Есептер шығармастан бұрын алдымен мынандай қасиеттерді еске түсірейік. Егер бізде екі алгебралық бөлшек көбейтілсе, онда біз алымына бөліміне көбейтетін едік. А көбейту x бөлінген b көбейтілген y. Келесі. Егер бізде алгебралық бөлшек бір-біріне бөлінсе, онда бізде мына алгебралық бөлшекке кері бөлшек жазамыз да, мына жердегі бөлудің орнына көбейту жазамыз. Сонда a бөлінген b көбейтілген y бөлінген x. Сосын ары қарай бірінші қасиеттегідей алымына көбейтеміз, a көбейтілген y бөліміне көбейтеміз, b көбейтілген x. Және де біз мынандай бөлшектерге қатысты мынандай қасиетті еске түсірейік. Егер бізде мысалы мынандай болсын, 4-тен 3 бөлінген 5 деп тұрса, біз бірінші бөлшекке тиіспейміз, бөлу амалына тиіспейміз, мына 5-ті біз 1-5 деп жазамыз. Сосын жаңағыдай мына бөлудің орнына көбейтуді жазамыз. 4-тен 3 көбейту 5-тен 1. 1-ден 5-тің орнына оған кері санды жазамыз. Сосын ары қарай есептеуді жалғастырамыз. Енді мысалдарға жасайық. Бірінші мысал бізде айтады. Осы өрнектің мәні бір сан шығатынын дәлелдеңіздер дейді. Яғни өрнегінің мәнінің айнымалының мүмкін мәндеріне тәуелді болмайтынын дәлелдеңдер дейді. Яғни a-ның орнына қандай сан қойсаң да, әрқашан тұрақты бір сан шығып отырады. Соны дәлелдеңдер дейді. Жақсы. Көрсетейік. Шешу. Қараңыздар. Бірінші бөлшекке қарайық. Бірінші бөлшекте бізде бөліміне тиіспейік, өйткені ол жерде бізде ештеңе шығарылмаймыз. Ал үстіне қарасақ, үстінде бізде ол қысқаша көбейту формуласындағы квадраттардың айырма формуласы түрінде жазуға болады. Яғни көбейткіштерге жіктеуге болады. Сол түрде жазайық. А квадрат минус 1, сонда бізде а минус 1 көбейтілген а плюс 1 болады. Ал бөлімін көшіріп қояйық. Ол бізде а минус б. Көбейту. Енді екінші бөлшекке қарайық. Екінші бөлшекте қарасаңыздар, алымында ортақ көбейткіш бар. Ол бізде 7. Осы 7-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде болады 7, ал жақшаның ішінде қалады а минус б. Бөлінген, ал бөлімінде қараңыздар, жақшаның сыртына а-ны шығарып жүруге болады екен. Шығарып жіберейік. Сонда а көбейтілген жақшаның ішінде. Мұнда а-ның бір өгет қалды, қалады тек а қосылған. Ал мына жерде а-ның орнында бір ғана қалады. Ал мына жерде қараңыздар, біз бөлу амалы тұр. Мына жердегі бөлшекке кері бөлшекті жазамыз да, мына жерге көбейту амалын қоямыз. Солай істейік. Үстінде а болады, ал астында а азайтылған 1. Жақсы. Енді жаңа алдыңда айтып кеткен қасиетті қолданайық. Алымдарын алымына көбейтеміз, бөлімдерін бөліміне көбейтіп жазайық. Сонда бізде үстінде а минус 1 көбейтілген а плюс 1 көбейтілген 7 көбейтілген а минус б көбейтілген а. Бөлу бөлімдерінде а минус б көбейтілген а қосылған 1 көбейтілген а минус 1 тең.
кәне айтыңыздаршы, қай жерде бізде қысқарады? Кіммен кім қысқарады? А-1. Дұрыс, А-1 қысқарады. А-1 мен сосын А-Б. А-Б қысқарады. Қосылып 1. Дұрыс. А. Сосын А мен А қысқарады екен. Дұрыс. Бізде үстінде қарасаңыздар, тек 7 қалады, ал астында бізде қалады бүкілі қысқарып кетті, демек 1 қалады. 7 бөлінген 1, ол бізде 7-ге тең екен. Яғни дәлелдеу керек еді осы, бізде соңында сан шықты. Яғни біз дәлелдедік. Есеп аяқталды. Келесі мысал. Бізге амалдарды орындаңдар дейді. Яғни мына екі алгебралық бөлшекті көбейтіңдер дейді, және шыққан мәнін мынаған бөліңдер дейді. Шешу. Бірінші алгебралық бөлшекті жазбастан бұрын қараңыздар. Біз үстінде алымында m-ді жашан сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде қалады мынандай өрнек. X квадрат алынған Y квадрат қалады. Бөлінген. Ал астынан бізде нешені шығарып жіберуге болады деп ойлайсыздар? Жашан сыртына. 2. Дұрыс, 2-ні шығарып жіберейік. 2-ні шығарып жібереміз, сонда бізде қалады m қосылған 4. Көбейту. Мына жерде қараңыздар. Жан сатына жаңағы айтқан бойынша 3-ті шығарып жіберейік. Сонда бізде қалады m қосылған 4 бөлінген. Ал мына жерде бізде жан сатына m-ді шығарып жіберейік. Сонда бізде қалады y қосылған x. Ал мына жерде қарасаңыздар, бізде мына жерде бөлу амалы тұр, және мынандай өрнек тұр. Біз былай істейік, мынаның астына бірді жазайық та көшірейік. Бөлу x азайтылған y бөлінген 1-ге тең. Так, бірінші бөлшекте қараңыздар. Біз мына жердегі мынаны көшіріп жазайық, тек мынаны қазір қысқаша көбейту формуласының көмегімен көбейткіштерге жіктейік. Сонда m көбейтілген x минус y көбейтілген x қосылған y бөлінген 2 көбейтілген жан ішінде m қосылған 4. Көбейту. Енді мына жерден қараңыздар. Бізде ештеңе өзгертпейміз, тек мына жерде y қосылған x-ті x қосылған y деп жазайық, ол бізде ешқандай өзгеріс бермейді, өйткені қосылғыштарының орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді. 3m қосылған 4 бөлінген m x қосылған y. Енді қараңыздар, мына жерде біз үшінші бөлшекке біз кері бөлшекті жазамыз, және мына жердегі бөлудің орнына көбейтуді жазамыз. Көбейту алымында 1 бөлімінде x азайтылған y тең. Енді бізде қарасаңыздар, барлық жерде көбейту тұр, демек біз алымнан бөліміне көбейтеміз. m көбейту x алынған y көбейтілген x қосылған y көбейтілген 3 көбейтілген m қосылған 4 және көбейтілген 1-ді жазбай қойық. Астында 2 m қосылған 4 көбейтілген m көбейтілген x қосылған 4 көбейтілген x азайтылған y тең. Енді қарасаңыздар, мұнда қысқарады. Кіммен кім қысқарады деп ойлайсыздар? m плюс 4. Дұрыс, m плюс 4 қысқарып кетеді. Тағы кім қысқарады? y. x минус y. x плюс y.
Сосын тағы кім қысқарады? М. М да қысқарады. Және болды. Басқа қысқаратын ештеңе жоқ. Қалған жазайық. Алымында 3 қалды, бөлімінде 2 қалды. 3-ті 2-ге бөлеміз, шығады. 1,15. Дұрыс. 1,15. Жауабы 1,15. Есеп аяқталды.